Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен спермограмма, яғни ұрық анализіне талдау жасайтын боламыз. Мына жерде бізде қазір бір пациенттің анализі тұр. Осыған кішігірім талдау жасап береміз. Әрбір ер азаматтың миында болады, менің ұрығым қалай екен? Мен бір әйелді көтерді алам ба, болмаса болашақ әйелімді көтерді алам ба деген сұрақ кез келген ер адамның миында болады, былайша айтқан кезде. Оны біз қалай анықтаймыз? Қазір общий анализ крови тапсырамыз, гормондарымыз білеміз деген секілді спермограмма анализін тапсыруға болады. Оны Қазақстанның кез келген жерінде тұрып тапсыруға болады. Және де ол анализді дәрігерлерге жіберіп, мен көтерді алам ба, көтерді алмайм ба білсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Яғни спермограмма анализіне қалай дайындалып бару керек? Ең бірінші оған дұрыс дайындалып баруымыз керек. Чтоб анализ дұрыс шығатындай. Сіз дұрыс дайындалып бармасаңыз, анализіңіз де дұрыс шықпай қалады. Одан кейін басыңызда проблема, уайымдап жүресіз, ойбай, менікі дұрыс емес екен деген секілді. Ең бірінші оған қалай дайындалып барамыз? Анализ тапсырардың алдында 4-5 күн бұрын сіз баняға бармағаныңыз жақсы. Одан кейін ашты тамақтар жемегеніңіз жақсы. Алкоголь, спиртті азайтқаныңыз жақсы. Одан кейін ұрық анализін тапсырудың алдында жаңағындай ұрықты шығарып тастауымыз керек. 4-5 күн бұрын. 4-5 күн бұрын ұрықты шығарасыз. Мысал ретінде айтайық, бүгін ұрықты шығарасыз. Одан кейін 4 күннен кейін болмаса 5 күннен кейін барып тапсырасыз. Сол кезде былайша айтқан свежий ұрық болады, анализдің нәтижесі жақсы болады. Ал сіз ойлаңыз, бір ай жүрдіңіз, ұрық шықпаған, ол ұрық әбден жиналып, ана жерде былайша айтқан сапасыз ұрық жиналып тұрады. Естественно, дұрыс анализ нәтижесі шықпайды. Болмаса кеше жыныстық қатынасқа түстіңіз, бүгін барып тапсыратын болсаңыз да, ол жерде анализ дұрыс шықпай қалады. Сол үшін жігіттер жаңағындай 3-4 күндік ұрықты апарып тапсырғандарыңыз жөн. Оны үйден апарып тапсырмайсыз, кстати, көп неше түрлі жағдайлар болып жатады. Кейбір жігіттер үйден ұрығын құйып алып келіп тексертіп жатады. Ұрық далаға шыққаннан кейін уже ол сыртқы ортада былайша айтқан кезде өзінің жаңағы санын, сапасын жоғалтып алады, өліп қалады деген секілді. Сол үшін сол лабораторияға барасыз. Лабораторияға барғаннан арнайы комната бар. Ол комнатада сізге күштеп тұрып жаңағы неше түрлі киноларды қосып береді. Соған қарап отырып, қолыңызбен дос болып отырып, ұрығыңызды шығарасыз. Сол жерде ыстықтай қарап береді ғой сізге. Ыстықтай қарайды, нәтижесінде жақсы шығарып береді. Олай болса кеттік спермограммамызға талдау жасайық. Ең бірінші спермограммада бізде спермограмманың объемы бізде мына жігітте 2/2 екен. Ол 1,5-нан көп болса жеткілікті. Значит, бұл жігітте норма. Яғни сіздің шығатын сперматозоидыңыздың қанша миллилитр шығатыны, қанша ұрық шығып жатыр, соны анықтайды. Одан кейін осы ұрықтың өзінің иісі болады. Иісі қандай, болмаса светі қандай, кейбіреулерде болады, шыққан эякуляттың светі қан араласқан болып жатады, ірін араласқан болып жатады. Ал негізі қалыпты жағдайда серовато-белый болу керек. Одан кейін ұрықтың былайша айтқан кезде қозғалғыштығы, сіздің шыққан ұрығыңыздың қозғалғыштығы қандай. Кейбір адамдарда ұрықтары шустрый болады, қозғалғыш мықты болады. Кейбір адамдар қозғалғыштығы төмен болып жатады. Одан кейін әрбір сперматозоидтың біз жаңағындай басы, денесі, құйрығы деп бөліп аламыз. Кейбір сперматозоидтар болады, 2 бас шығып жатады. Ол естественно уже дұрыс емес. Кейбіреулердің денесі болмай жатады. Кейбіреулердің құйрығы болмай жатады. Кейбіреудің керісінше 2-3 құйрығы болып кетеді. Осыған да мән беру керек. Осының барлығын сізде спермограмма анализі көрсетіп береді. Жалпы қарасаңыздар, сперматозоидтың құрылымы қандай болу керек? Оның басы болады, денесі болады, құйрығы болады. Мына жерде қарасаңыздар, әртүрлі дефектімен бар. Ең бірінші басына келейік. Басы кішкентай мына жерде. Мына жерде басы слишком үлкен. Мына жерде қарасаңыздар, 2 бас орналасқан, көрдіңіздер ме? Мына жерде қарасаңыздар, басы уже 4 бұрыш. Мына жерде слишком 3 бұрыш. Осының барлығы дефект головки, сперматозоидтың басы дұрыс емес. Келесі уже біз денесіне келейік. Мына жерде қарасаңыздар, сперматозоидтың денесі дұрыс емес. Міне уже мойны қисық, мына жерде қарасаңыздар. Мына жерде ирелеңдеген, мына жерде слишком жуан, басымен бірдей болып тұр мойны. Мына жерде слишком жіңішке. Мына жерде қарасаңыздар, уже мойны бастың бір жақ шетіне қаратай орналасқан деген секілді. Мына жерде қарасаңыздар, құйрығына келейік. Мына сперматозоидтың мүлдем құйрығы жоқ. Мынаның құйрығы қысқа, ал мынаның құйрығы слишком ұзын. Мынаның құйрығы болса ирелеңдеп кеткен. Мынаның құйрығында тағы бір бас пайда болған. Мынада тіпті 2 құйрық. Осының өзі мысалы сперматозоидтың дефектілері бар. Ал кейбір түрлері болады. Бұларда мойында да проблема, басында да проблема, құйрығында да проблема. Сол үшін жігіттер, мен сіздерге айтайын, спермограмманы полный дұрыс тексеріп, ол норма ма, осыны қарауымыз керек. Егер норма болса,
сіз дүниеге дейін сол ұрпақ алып келе аласыз. Кейбір спермограммаларда қан болып жатады, кейбіреуінде ірем болып жатады, кейбіреуінде қандай да бір воспалительный процесс болып жатады. Осының барлығын сіз тапсырасыз, тапсырғаннан дәрігерге алып келесіз. Дәрігер ананы көреді де, соған байланысты расшифровка жасап береді. Анықтап береді. Қайсысы қалай жауап береді, неге жауап береді. Сіз ұрықтандыра аласыз ба болашақ жарыңызды? Болмаса жаңағындай қандай да бір витаминдер жеткіліксіз ба? Может, сізде барлығы жақсы. Осының барлығын дәрігерге келгеннен кейін дәрігер сізге анықтап, полный түсіндіріп береді. Сол үшін жігіттер қиындатпай былайша айтқан кезде барасыз да бір 5-10 минуттың ішінде 5-10 мың теңгеге спермограмма анализін тапсырыңыз. Одан кейін нәтижесін осылай талдатып алатын боласыз. Бұл енді талдай беретін болсақ өте көп, мына жерде қарасаңыз көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Бұның барлығына тоқтала кету керек. Ол мына видео ұзақ уақыт алады. Сол үшін келесіз, индивидуально дәрігер сізге полностью расшифровкасын жасап береді.